Біз қазақ мал баққан елміз, ешкімде соқтықпай жай жатқан елміз. Жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Асымыздан намысты асырмаған елміз, адалдықты әрқашан жасырмаған елміз. Еркіндікті ежелден аңсаған елміз. Мұқпан сесекен жел тоқсан, қуат бар ма сенен асқан, сілкінтіп бодандықты түнек басқан, тарихтың кең төрінен сөйледің сөз, қазақ бұл намыс үшін арпалысқан, тілгілеп қара бұлтын сор заманның, қаймықпай адалдықты қолға алғаның, еркіндік ана тілім ұлтым үшін, ұлдарым төкті қиып адал қанын. Қайрат Рысқұлбеков 1966 жылы 13 наурызда Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Бірлік ауылында малшы әулетте дүниеге келді. Қайрат 1973-1981 жылдары Шу ауданындағы Төле би ауылында орналасқан Сәду Шәкіров атындағы мектеп-интернатта оқып 8 жылдық білім алды. Мектепте сабақты жақсы үлгеріп, класстан классқа емтихансыз көшіп отырды. 1984-1986 жылдары Амур өлкесі биология қаласында әскери міндетін абыроймен өтеді. 1986 жылы Алматы сәулет құрылыс институтын келіп, сынақтан сүрінбей өтіп, оқуға түсті. 1986 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан бас тізгіні қайдағы біреуге тапсырылуына назарлық білдіріп, жастар мен студенттерге қосып, орталық алаңға шығып, шеруге қатысты. Күнәдан таза басым бар, 21-де жасым бар, қасқалдақтай қаным бар, боз торғайдай жаным бар. Алам десең алыңдар, Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар. Қайрат Рысқұлов сияқты ержүрек батыр ағаларының есімдерін есімізде мәңгі сақталып қалады. Тәуелсіз Қазақстан, әнұраным, жанұраным, айтар әнім, сөйлер сөзім, туған жерім, сағынарым, мәңгі бақи шырқалады республика әнұраны. Жарқырашы Қазақстан, жайна сенде астанам, әрқашанда гүлдене бер. Тәуелсіз ел Қазақстан. Бабамның да арманы өтеді ғой аңсаған, тәуелсіздік таңдары бақ береді баршаға. Көк туымды қолыма бүгін беріп ұстадым, түсті бақыт жолыма менің Қазақстаным. Қайран желтоқсан, қыстың суығында жүрегі қазақ деп соққан апа-ағаларымызға мың алғыс, егемендік үшін жанын қиғандар. Babalar öyle